Баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті стоматология басшылары және стоматологтар. Менің есімім Нұрсұлтан Байболов. Мен стоматология басшыларына көмектесетін бизнес-консультант және бизнес-тренермін. Менің жұмысым докторларға сабақ өткізіп, олардың консультацияны дұрыс өткізу жолдарын, әдістерін көрсетіп, сол әдістерді енгізу арқылы клиниканың доходын көбейту. Сондай мүмкіндіктер арқылы клиниканың доходы өскен кезде клиника ары қарай масштабқа шығуына өте үлкен әсерін тигізеді. Енді бұл видеода сіздер первичный консультацияның пациент пен доктордың арасында первичный консультация қалай дұрыс өту керек, соның кестесін, инструкциясын көресіздер. Соны сіздерге көрсетіп өтетін боламын. Өйткені көп жағдайда барлық клиникаларда реклама емес, в основном сол консультацияларда ақша жоғалтылады. Өйткені 100 консультация первичный өтетін болса, докторлар көбісі қолмен әдемі жұмыс істегенімен, опыттары мықты, интеллигенция болғанымен, көбісі қарсы сөздерді шеше алмайды, немесе дұрыс түсіндіре алмайды пациентке, қымбатты услугаларын дұрыс сата алмайды. Сол кезде бір 20-30 ғана, 100-дің 20-30 ғана пациенті ғана қалып, и то жаңағыдай рассрочкасы бар, скидкамен сатады, үйтеді, немесе арзан варианттарын алады услугалардың. Сөйтіп выручка қатты үлкен болмайды. Қазір сіздерге көрсететін инструкцияны дұрыс қолданған жағдайда барлық докторларыңыз 100-дің ішінде 70-80-і қала бастайды, еще ең қымбаттарын сатып ала бастайды сіздің услугаларды. Елестете беріңіз, выручкаларыңыз қаншалықты көп өсуі мүмкін. Сол үшін кеттік. Енді жалпы 12 жылдан асты бұл салада жүргеніме. 32 карата клиникасы көбісіне әйгілі. Сол клиника ашылғалы бір жылдан кейін жұмыс істей бастадық. Сонымен 6 жылдың ішінде 2 креслодан 3 үлкен клиника айналдық. Ал басшысының жеке табысы 20 еседен артық көбейді біздің бірге істеген жұмысымыздың себебінен. Сондай клиникалар көп. Рахат клиникасының жаңағыдай 2 филиалы өтті, бүкіл администраторлары. Енді кейстер көп іздей беретін болсаңыздар, бірақ қазір мен айтқым келіп жатқаны, өзім управляющий болып жұмыс істеп те көргенмін элитный клиниканың ішінде. Жалғыз өзім 3 клиникамен басқарған кездерім болған, 3 филиалмен бір клиниканы. Сол кезде ішін көрдім мен, қандай проблемалар болады, қалай ол проблемаларды шешу керек. Жаңағыдай бай докторлармен де жұмыс істеп көрдік, жас докторлармен де жұмыс істеп көрдік, қиынымен де, жақсысымен де жұмыс істеп көрдік. Сонымен сол тәжірибені қысқаша сіздермен осы видеода бөлісетін боламын. Назарларыңыз осы видеода болсын. Отвлекаться етпей көрсеңіздер, пайдасы мол болады. Енді елестетіңіз, сізге первичный пациент келді. Сіз имплантологсыз. И бірінші ол жерде дұрыс амандасу маңызды. Көбісі қалай амандасады? Саламатсыз ба? Ассалаумағалейкум. Вообще амандаспайтындар да бар. И амандасқан кезде бірінші доктор өзінің атынан тыс неме айналысады және қандай тәжірибесі бар екенін айтып өту керек, нарда соның бәрі жазылған. Одан кейін көбісінің жіберіп алатын пункті, пациент ашылмай, немесе сенбей, немесе толық өзін жайлы сезінбей отыратын себебі перехват инициативы деген пункт дұрыс істелмейді. Перехват инициативы деген, қазақша былай жазып қойыппыз, бастаманы қолға алу деген. Ол ситуацияны басқаруға мүмкіндік беретін дұрыс сөйлем. Сіздің жағдайыңызды дұрыс түсініп, ең қолайлы шешім ұсыну үшін бірнеше сұрақ қояйын, жарайды ма, немесе жақсы ма деп сұрайсыздар. Оны күтесіздер пациент. Егер я жарайды, жақсы десеңіз, пациент уже сіздің профессионал екеніңізді байқап, консультацияның өзінің структурасы бар екенін біліп, сенімін артып, спокойно сіздің қою керек сұрақтарыңызға ашық жауап беріп отырады. Негізі, егер сіздер ең қымбат услугаларыңызды сатып алсын десеңіздер, бір дестерді. Онда 80%, мысалы 1 сағат өте ма, 45 минут пациент сөйлеген абзал бар. Қалған 15 минут сіздерге жетеді бәрін дұрыс істеп беру үшін. Оны сөйлету үшін сіздер ашық сұрақ қоясыздар. Өйткені сұрақтардың 3 түрі бар: ашық, жабық және әртүрлі деген. Ашық сұрақ дегеніміз ол пациенттер сіздерге толық өзінің жағдайын ашып түсіндіріп беретін сұрақтардан құралған осындай сценарий. Қазір тісіңіздің жоқтығы өміріңізге қалай әсер етіп жатыр? Жайлап енді толық жауап бермейді, но жауап бере бастайды. Қандай тағамдарды жей алмай жүрсіз? Немесе келесісі. Келесісі. Жаңа тістеріңіз шыққанда ең бірінші не нәрседен қуаныш аласыз? Немесе күлген кезде ыңғайсыздықты сезінесіз бе? Имплантацияда сізде ең қатты не қорқытады? Міне осындай сұрақтардың барлығын қойып шығу керек. Пациент айтып жатыр, имплантолог тыңдасын міндетті түрде, соның сөздерін қайталайтындай болып есте сақтап отырсын. Проблема. Өйткені көп пациенттердің үлкен ақша төлейтін болғаннан кейін консультацияда істегісі келетін нәрселер немесе алғысы келетін нәрселер оларды түсінгенін қалайды олар.
естігенін қалайды. Олардың ішінде жаңағыдай отырған жан айқайлары бар. Алдыңғы клиникада көңілін қалдырғандар болуы мүмкін. Немесе жаңағыдай қолқатын проблемасын өзі айтып, өзі сәл көңілге беріліп, анарада сәл қызып қалуы мүмкін. Сізге деген сенімі көбірек артады, өйткені сіз тыңдап отырсыз, түсінуге тырысып отырсыз. Просто сатшы берейін деп жатқан жоқсыз. Соның бәрін осы жерде пациент байқай бастайды. Олар да ақымақ адамдар емес. Үлкен кісілер, ол да психолог жатқан, соның бәрі осы кезде көрінеді. Онан кейін бәрін тыңдап болғаннан кейін диагноз қоя бастайсыз. Диагноз қою үшін көбісі компьютерный томографияны сату керек болады. Оны көбісі ойдағыдай сата алмайды. Бұның өзінде возражениялар болады, оны көбісін дұрыс шеше алмайды пациенттер. Өйткені түсінбейді. Сол үшін бұны дұрыс түсіндіру керек, что компьютерный томография жаңағы 3D снимок пен 2D снимоктың разницасын біреулер басқа жерге жұмсап жібереді барып келген кезде. Ол баратқан кезде жолшыбай ана КТ-ны істейтін клиникалар өздерінің докторларына рекомендация беруі мүмкін. Кейбір клиникаларда аппарат өздерінде бар рентгеновский, енді қымбат, бар клиникада жоқ. Но бар клиникалар жаңағыдай КТ-ның өзін сәл арзанырақ сатады, бір жерге жіберсе басқа жерде одан 2-3 есе қымбатырақ сатады оның бәрі. Бірақ пациенттер түсінбейді, неге бұлсыз істей алмайсыздар, бұрын бұлсыз ақ істеді ғой деген әңгіме болады. Соны дұрыс түсіндіре алмайды адамдар. Соны дұрыс түсіндірудің жолдары осы жерде жазылған. Одан кейін ем жоспарын құру, план лечения дейміз. Бұны біреулер үйге жіберіп қойып, одан кейін 2-3 күннен кейін жіберетіндер бар. Біреулер алып просто жібере салады, он пациент по-своему түсінеді. Жоқ, план лечения сол жерде құрып, снимокты көріп болғаннан кейін, сол жерде бірге отырып талқылайсыздар. План лечения анау терминдармен жазылғаннан кейін оның пациент сұрақтары болады, оны түсінбейтін жерлер болады, өзгерткісі келетін жерлер болады, ақылдасқысы келетін жерлер болады. Соның бәрін бірге істеген абзалырақ компьютердің алдында ашып қойып, кәдімгідей суреттерді түсіндіріп, қарапайым тілде соның бәрін түсіндіріп, жеткізіп бересіздер. Оны түсіндіресіздер, бәрін бірдестен істемейді. Ол жерде сроктар жоспарланады бірге, әр процедура қанша уақыт алады, одан кейін жаңағыдай импланттың өзімен таныстыру кезеңі бар. Потому что имплантты адамдар әртүрлі түсінеді. Мысалы, оның разницасын білмейтін адамдар бар. Штрауманның, Дионың, Астемнің, немесе жаңағыдай израильский, немецкий импланттардың разницалары болады. Оның разницасын түсіне бермейді. Ең арзан таңдап алады, одан кейін жалғыз істеп жүреді. Ол сүйегіне тұрмай қалуы мүмкін, Синус лифтинг керек болатын болса, ол неліктен істеледі, ол не өзі, не үшін істеледі, отектар не себептен шығады, ол шықса оны қалай күтіну керек, шықпас үшін қандай жолдары бар, синусты апгрейд ететін жолдары бар, немесе там челюстный хирургия бар, бетін кесіп анарда іріңдап тастау керек шығар, соның бәрін түсіндіріп бересіз, сол неден шықты, пациент түсінсін, ендігіде оның бәрі болмас үшін не істеу керек, сабақ алсын сізден. Одан кейін барып имплантты презентация істеген кезде қарапайым тілмен істеу керек, титаннан жасалған жасанды түбір. Ол сенімді бекиді де қатады дейсіздер, ондаған жылдарға қызмет етеді. Оның үстіне коронка қондырылады. Сіз өз тісіңіз сияқты толық тіс аласыз. Мына суретте қараңызшы, мұнда пациент тісі жоқ. Ал осында имплант қойғаннан кейін түрі осындай. Қазір ол еркін күліп, етті, алманы, жаңғақты шектеусіз жеп жүр. Яғни тіс сіздің өз тісіңізді қайтарасыз, және бұл мәселе ұмытылады сізбен. Деген осындай қарапайым сөздермен түсіндіріп, әркім өзінің стилі бар ғой, может бұдан күшті сөздермен айтасыз, бірақ нарада енді хотя бы ортақ түсіндірілгенде осылай сөйлесіңдер деп. Потому что көп стоматологтардың қатесі терминологияларды көп қолданады. Аббревиатура жаңағыдай қысқаша сөздерді қолданады, тек қана әріптерден құралған, басты әріптерден. Соның бәрін пациенттер түсінбегеннен кейін, мақұл дейді де, жаңағыдай өте қымбат, ойланып көрем, ақылдасу керек, бір айналып келем, өзім айтам, өзім хабарласам деген возраженияларды айтып кетіп қалады. Оның бәрінің себебі ол қымбат баға емес. Ол жерде просто доктордың жаңағыдай нормально түсіндіре алмауы. Көп пациенттер осыған бола алмай кетеді. И олар сол клиниканы іздейді, нормально түсіндіріп береді, потому что оларға страшно, оны түсініңіздер. Олар білу керек, не болады, қалай болады, не үшін төлеп жатыр, алданғысы келмейді, қазір білет алдайтын адамдар көп екен. Соның бәрін сіздерге қарапайым тілмен жеткізу керек болады. Одан кейін шешім қабылдауға жетелейтін сұрақтар, наводящие вопросы. Бұл сұрақтар қойылмай, пациент возражать етіп отыра береді. Олардың өзінің түрлері бар, саны бар. Мысалы, ең соңында операция уақытын бекіту үшін алдын ала төлем жасайсыз ба? Жасауға дайынсыз ба? Мынағыдай гипче қоюға болады сәл жұмсағырақ. Но нарада ол сұрақтардың өзінің тізімі бар. Бұл сұрақтар адамдарды шешім қабылдауға жетелейді. Себебі негізгі пациенттің істеу керек нәрсесі сізден сатып алу үшін, любой ақшаны төлеу үшін. Ол шешім қабылдау керек. Сізде лечение алатынына, осы клиникада лечение алатынына, одан кейін таңдау керек. Қай имплантты алады, қойдыра ма ол жоқ па, төрден бірдестен қойдыра ма, рассрочкамен қойдыра ма, толық баға қойдыра ма, скидка сұрай ма, жоқ па, негізі шешім қабылдауға көмектесу сіздердің жұмыстарыңыз. Потому что қай кезде адам көп сөздер, жаңағыдай қарсы сөздер білдіре бастайды. Шешім қабылдамаған кезде. Не үшін бұл қарсы сөздер білдіре бастайды? Шешім қабылдауға көмек алу үшін. Потому что ол емес қой доктор сіздер ғой. Сіздер уверен айту керексіздер. Міне жағдайың мынандай, сіздің жағдай болашақта осындай болады. Ол үшін мынандай жұмыс істеу керек болады. Ол бағасы осындай болады.
Басқа арзанырақ таңдаймын десеңіз, бағасы мынандай болады. Бірақ разницасы осы да, что қымбатырақ ол качественнее жүреді. Бұны күні істетіп жүрген жоқсыз, бір істеткен кезде істетіп алсаңыз болады. Бізде рассрочка бар, немесе бөліп төлесеңіз болады. Сразу бәрін төлеудің керегі жоқ. Немесе сразу төлеп жатсаңыз үлкен скидка аласыз деген сияқты бірнеше вариант ұсынсаңыз, ол жерде қалады пациент. Енді қарсы сөздермен жұмыс істеу кезінде арада 4 этап дұрыс қолдану керек. Қарсы сөз айтылды, қымбат екен деп, одан кейін сіз присоединиться деп атамыз орысша. Қосылу керексіздер, түсініп, түсінемін, ақша маңызды фактор. Одан кейін толықтау сұрақ қойылады. Егер баға мен сапа толық сәйкес келсе, бұл мәселені бір жолы шешемедіңіз деген сияқты. Бұндай көп түрлері қойылады. Бірақ міндетті түрде осындай сұрақ қойылу керек, чтобы врач түсіну үшін дұрыс түсінді ма вообще пациентті, сөйлету керек оны дальше. Одан кейін барып аргумент істеледі. Арада имплант бір рет қойылады да, ондаған жылдар қызмет етеді. Ал көпір немесе протезі арзан көрінеді. Бірақ 5-7 жылдан кейін ауыстыру қажет болады. Көш тістерді бұзады, нәтижесінде одан да қымбатқа түсесіз. Одан кейін кейстарды көрсетесіз, жаңағыдай фото до и после, басқа пациенттердің жаңағыдай видеосы, отзывтары, соның бәрі осы жерде көрсетіледі. Одан кейін жаңағыдай наводящий тағы сұрақ қойылады, итермелейтін. Сіз үшін маңызды қазір сәл үнемдеу ме, әлде мәселені бір жола шешу ме деген сияқты. Пациент жауап береді, все, соларда ақылдасып, осындай сұрақтар қойып, шешімге алып келесіз. Басқа қорқамын немесе тұрмай қалса имплант, ойлану керек, ақылдасу керек деген кезде де осы 4 қадамды бұзбай орындау керек. Сол кезде ғана барлық возражение шешіледі. Көбісі 4-ші пунктты ұмытып кетеді, мына жерде дұрыс істегенмен де возражение қалып кетеді, сонымен адам тұрып төлемге кетіп қалуы мүмкін. Алдын ала төлемге жабу. Арада да наводящий вопростар қойып, сұрақтар қойып итермелейтін, сөйтіп төлемге алып келесіздер. Потому что егер пациентке сол төлем туралы шешім қабылдауды өзіне қалдырсаңыз, осы сұрақты қоймай, ол кезде уже пациент көбінесе отказ таңдайды, асықпауды таңдайды, ойланып келуді таңдайды. Ойланған кезде жаңағыдай әртүрлі күмәндар келе бастайды. Сөйтіп ол вообще клиниканы ұмытып кетуі мүмкін. Басқа клиниканы аралап, қатты мазаламаса тістер, басқа клиника аралап, арзан бағасын немесе дұрыс түсіндіріп, жаңағыдай осы сұрақтарды қойып шешімге жетелейтін доктор тауып алады. Мысалы, сізден Остем Дио немесе арзан импланттар тұсынасыз 75, 100, 120 мыңға. Ол сізден алмайды да, қымбат деп, например, барады там 4-сін штрафын қойдырады басқа клиникада 500 мыңнан. Ондай пациенттер көп, сіздер оны просто білмейсіздер. Біле бермеулеріңіз мүмкін, бірақ маған айтан оны көбісі. Мен білем, ол маған белгілі 12 жыл болды жүргенімде бұл салада. Сол себепті міне осындай қателерді көбісі жібереді. Арада тағы да басқа қателер бар, дұрыс қолданбайтын сөздер. Мына жерде қолдану керек емес сөздер жазылған. Осының бәрі осы инструкцияда бар. Бұны біз консультация өткен адамдарға ғана береміз. Консультация ақылы, қатты қымбат емес. Ол консультацияда сіздерге диагностика істеледі, план развития жазылып береді, Xmind деген файлда. Осы инструкция беріледі, сіздердің жағдайларыңызда қалай қолдану керек екенін түсіндіріледі. Одан кейін сіздерге книга администратора деген кітап бар, 33 беттен тұратын, орысша тілде жазылған. Администраторға қалай дұрыс жұмыс істеу керек, сол жолдарды жазылған толық. Потому что көп клиникаларда узкая горлышко дейміз, жаңағыдай консультациялардың аз болуы админнің әлсіз жұмыс істеуіне байланысты, тиімсіз жұмыс істеуіне байланысты. Оның өзінің білімі бар, оның өзінің жаңағыдай ғылымы бар, оның өзінің әдістері бар, дұрыс жұмыс істеу керек. Соның бәрін біз үйретеміз. Соны үйренген админдар докторларға көбірек консультация алып келіп бере алады. Консультацияға пациентті дұрыс дайындап кіргізе алады, қыздырып. Одан кейін осы сценарийді қолданған докторлар көбірек выручка келе бастайды. Ал рекламаға келетін болса, рекламаның көбісі клиникалар қате істейді, жаңағыдай скидка еткен клиникалар, оларға жаңағыдай менее платежеспособный дейміз ғой, бірдестен қымбат қызметтерді, услугаларды алатын пациенттер аз келетін болады. Себебі өздеріңіз соларды қызықтырып алдыңыздар, тартып алдыңыздар. Рекламаның өзін істелетін өзінің дұрыс жолдары бар. Ол да отдельный тренинг, оған кейін болашақта мүмкін отдельно осындай тегін сабақ жазылуы мүмкін. Қысқаша жаңағыдай шет жағасын айтып өтетін. Бірақ рекламада, администратордың жұмысында, консультацияны дұрыс өткізу, докторлардың жаңағыдай мойнында тұрған жауапкершілік, оның бәрінің әрқайсысының өзінің әдістері бар, бұл толық жүйе сондай. Одан кейін мұның бәрімен дұрыс басқару керек, чтобы клиника жақсы жаңағыдай үлкен масштабта дамып өзін ұстап тұра алу үшін. Сол себепті хотя бы осы инструкцияны докторларға беріп, немесе өзіңіз қолданып, ортопед болсын, ортодонт болсын, гинеколог бар ма, терапевт бар ма, хирург бар ма, барлығы осылай дұрыс өткізе бастаса консультацияларды. Сол кезде уже сіздер рекламаның расходын азайтасыздар. Көбірек консультацияда пациенттерді уже жаңағы услугаға жаба бастайсыздар. Выручка көбейеді, сол выручканы дұрыс қолдану арқылы клиника масштабқа шығады. Зарплаталарды уақытылы төлейсіз, налогтарды уақытылы төлейсіз, жаңағыдай расходтарыңыз азаяды. Осылай жаңағыдай проблемаңыз азаяды, настроение күштірек болады, бақыттырақ боласыздар, увереннее жұмыс істей бастайсыздар. Форма, оборудование жаңағыдай не бар, қымбат материалдар, жақсы обученияларға бара бастайсыздар. Міне соның бәріне үлкен әсерін тигізетін осы инструкция. Мен енді бұны өзім дайындадым, бұндай инструкцияны бұдан басқа немесе бізден басқа ешкімнен таппайсыздар.
оны үйрететін бар, дұрыс үйрететін бар. Біз енді 12 жылда істеп жүріп осының бәрін, осы тәжірибенің бәрін осындай бір жақсы файлға енгіздік, адамдарға ыңғайлы болсын деп. Өйткені тренингтарда біз өткізетін тренингтарда бұрын біз докторлардың өзіне жазғызатын тұғынбыз, бірақ көбісі дұрыс меңгере бермейді оны, еріне ма. Сонымен осындай инструкция дайындап қойдық. Тренингке келетін болсақ, тренинг негізі стоматологиядағы сатылым дегесі арттыру бағдарламасы бар жеке. Ол жаңағыдай 4 тренингтен тұрады. Пациенттің психологиясы мен алғашқы кеңес беру технологиясы, консультация дұрыс өткізу, пациенттердің возражениесімен жұмыс істеу, клиниканың средний чегін өсіру, одан кейін стоматологтардан команда құрып, сіздің жаңа владелецтің клиниканың мақсатын тезірек іске асыруға көмектесетін осындай 4 тренингтен тұрады. Аптасына 1 рет өтеді. Бұның результаттары өте мықты. Басында айтып өттім. Біреулер жаңағыдай бірінші аптада уже клиникалардың көбісінің аты жазылған. 32 карата, Бабу Дентал, жаңағыдай Innova Dental бар, даже ішінде ортоимплант бар, Даутовых, Акадент мысалға бір тренингті өтіп 8 миллион, айына 8 миллион табатын тұғын, 44 миллионға дейін жеткізген мысалға. Қалай сіздерге результат? Осындай результаттар көп. Жайық Дентте 30 доктор өткен бұл тренингті, 10 администратор, 5 директор, 20 ассистент, оның бәрі жеке өткізген. Сол себепті осы тренингті өтіп, адамдар, докторлар жаңағыдай дұрыс өткізе бастайды консультацияны. Бұны енді консультацияны өткендер, менің консультациямды өткен клиника басшылары, бұл тренингті арзанырақ алу мүмкін, белгілі бір скидкамен алады, тез шешім қабылдап жатса сол жерде, немесе 1-2 тренингін алатындар бар, но сол жерде ақылдасамыз оның бәрін. Мүмкін керек емес шығар бұл тренинг, или керек, но срочно болуы мүмкін. Анарда соның бәрін қалай өткіземіз, қашан өткіземіз, соның бәрін форматын түсіндіріп, результаттарын қызықтырып, сөйтіп барып ақылдасамыз. Ал егер мынау қазір көрсетілген инструкцияны алғыларыңыз келсе, консультация жазылыңыздар. Консультация қымбат емес, стоматологтар үшін вообще бір обедтің ақшасы тұрады, бірақ сіздер консультацияда диагностика аласыздар өздеріңіздің клиникаға, өткен система әртүрлі клиникада. Дұрысы бар, бұрысы бар. Одан кейін план развития сіздерге Xmind деген файлда жазылып береді, жаңа инструкцияны аласыздар в подарок, одан кейін книга администраторын аласыздар, 33 беттен тұратын, одан кейін отчеттардың шаблонын аласыздар. Сол үшін Инстаграмда личкаға жазып, немесе WhatsAppқа жазып, өздеріңізге орын бронировать етіңіздер, өйткені орында көп емес, проекті көбейіп жатыр. Ал мына видео сіздерге пайдасын тигізді деп сенемін. Ең бастысы консультацияны дұрыстасаңыздар, ертең Құдай қаласа выручкаларыңыз көп болып, пациенттеріңіз мәз болып, докторларыңыз ешқайда кетпей, жақсы контракттарға подпись қойып, үлкен команда болып, үлкен масштабқа шығасыздар, Құдай қаласа. Соны мен сіздерге тілеймін. Сау болыңыздар, аман болыңыздар.